Сабақ тақырыбы күн тәртібі ақыл-ой еңбегінің гигиенасы. Күн тәртібі дегеніміз тәулік ішіндегі іс-әрекеттің барлық түрімен демалуды тиімді бөлу. Мысалы, жұмысқа қабілеттіліктің жоғары болуы сағат 11 мен 10 аралығында байқалады, ал екінші рет 16 және 18 аралығында болады. Бірақ қарқындылығы төмен болады. Оқушының күн тәртібінің негізі 5 элементтерден тұрады. Біріншісі мектептегі және үйдегі оқу сабақтары. Екінші, таза ауада ұзақ уақыт белсенді демалу. Үшінші, жүйелі түрде жеткілікті тамақтану. Төртінші, физиологиялық толыққанды ұйқы. Бесінші, жеке таңдауы бойынша еркін іс-әрекет жатады. 7 және 9 жастағы оқушының күн тәртібіне тоқталатын болсақ, азанғы 7-де таңертеңгі тұру. 7 және 7:30 аралығында жаттығу жасау, жуыну, төсек жинау деген іс-әрекеттер жатады. 7:30 және 7:50 аралығында таңғы ас, 7:50 және 8:20 аралығында мектепке бару, 8:30-дан 12:30 аралығында мектептегі сабақ үдерісі, 13 және 13:30 аралығында түскі ас, ал 13:30-дан 14:30 аралығында түстен кейінгі демалу. 14:30-дан 16 аралығында серуендеу, спортпен айналысу, далада ойнау деген іс-әрекеттер жүзеге асады. 16 және 16:15-те түстен кейінгі ас, 16:15-тен 17:30 аралығында үй жұмысын орындау, 17:30-дан 19 аралығында таза ауада серуендеу, кешкі 19 және 20 сағат аралығында кешкі ас, бір нәрсемен айналысу сияқты іс-әрекеттер жүзеге асады. 20 және 20:30 аралығында ұйықтауға дайындық, ал 20:30 бен таңғы 7 аралығында ұйқы. Мына кестеде жас ерекшеліктеріне байланысты оқушының күн тәртібі көрсетілген. Танысып алыңыздар. Енді оқу тапсырмасы. Өзіңіздің бір күндік күн тәртібін сипаттаңыздар. Мысалы, кейбір оқушы азанғы ауысымда оқитын болса, ал кейбір оқушы түскі ауысымда сабақ оқиды. Соған байланысты өзіңіздің жеке бір күндегі күн тәртібін сипаттап жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.